Қайырлы күн баршаңызға. Ерекше әдіспен жасалынатын бауырдан котлет рецептісімен бөліскім келіп отыр. Видеоны қарамас бұрын каналыма тіркеліп, лайк басып кет. Алдымен табамызға майымызды салып, пиязымызды жақсылап қуырып аламыз. Қуырылған пиязымызды мясорубкадан өткізілген бауырымыздың үстіне салып, азырақ тұзымызды, 2 жұмыртқамызды, ноқат ұнын саламыз. Егер ноқат ұны болмаса, кәдімгі ноқатты суға жуып, жібітіп алып, блендерлеп салсаңыздар болады. Барлығын жақсылап араластырып аламыз, біркелкі болғанша. Қызып тұрған табамызға майымызды салып, котлеттерімізді салып пісіріп аламыз. Баяу отта пісіреміз, арасы жақсы пісіп шығу үшін. Осылай екі жағында жақсылап қызартып пісіріп аламыз. Бауырдан котлеттеріміз дайын болды. Егер рецепт ұнаса жасап көріңіздер, көңілдеріңізден шығады деген ойдамын.